В общем, барлықтарыңа сәлем. Бүгін біз дейтін мобтар фермасын салуды сендерге үйрететін боламыз. Достар, негізі мобтар фермасын менен де басқа адамдар соққан, бірақ мобтар фермасын соғатын қазақтар жоқ. Негізі жоқ болғанда аз, достар. Көбісі үйретпейді. Ал енді сендерге, достар, мобтар фермасын соғуды үйрететін боламын. Достар, осы видеоны үзбей қараңыздар, өткіз жерме қараңыздар. Сіздерге ондайда көбісі айта бермейді. Сол үшін лайктарыңды басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Комментарияға өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мүмкін менде бір нәрсе дұрыс болмай қалған шығар дегендей ғой, достар. Ал ендеше, достар, кеттік, достар. Так, достар, бізге дейтін мобтар фермасын салу үшін бізге ең алдымен, достар, булыжник керек. Ең алдымен булыжник керек. Және осындай плитка керек. Осындай плитка керек. И бізге воронка керек болады. Воронка керек болады. И бізге су керек болатын болады. И бізге люк керек. Осы заттар керек. И ковер керек бізге дейтін. Мінеки ковер керек. И сандық керек, достар. Сандық керек болады. Достар, енді біз не істейміз? Бірінші воронкаларды қоямыз мына жаққа. И осылай астын қазатын боламыз. Негізі менде бедрок, достар, себебі бедрок, достар, жава болса былай негізі сундық қойып сразу істеп кете салатын едім. Бедрок болып бір, достар, мен дейтін. Так, енді біз не істейміз? Енді біз, достар, осының үстіне плиткаларды қоятын боламыз. Неке осы плиткаларды қоятын боламыз. Ал енді, достар, так, осылай істейміз жағына. Осылай тағы көтереміз. И осын бұзатын боламыз. Так, тағы көтеріп. Так, осылай бұзатын боламыз. Енді осылай соғатын боламыз. Енді, достар, так. Қазір емес. Плиткаларды қойайын. Енді, достар, осына так, мен дейтін екі қабатын соғып қойдым өзі. Мен дейтін бұны, достар, 14 қабатқа көтеретін болам. Жоқ, 13 қабатқа көтеретін болам. Сіздер енді өздеріңіз білесіздер, 20 қабат көтересіздер ме, 26 қабат көтересіздер ме, өздеріңіз білесіздер. Бірақ мен дейтін 15 қабат көтеретін боламын. Достар, ал ендеше кеттім, достар, мен дейтін. Так, достар, енді біз дейтін былай соғатын боламыз. Мынаны 10 блок қоятын боламыз. Осы жаққа 10 блок қоятын боламыз. Ал ендеше кеттік, достар. 10 блоктан көп шығатын боламыз каждыйына. Так, ал ендеше кеттік. 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 почти 10 болуп меники достор. Жаңа 2 блок костум. 8 болуп, уже 10 болуп кетти меники. Ал енді басқаларды да осылай тез-тез істей беретін боламыз. Так, енді бұны соғып болдық. Ал енді достар, мынаны бір блок емес достар, 2 блок қоятын боласыздар. Мінекей 2 блок қоятын боласыздар осылай. Так, 1 2 3 4. Осылай 2 қатар блок қоятын боласыздар. Мінекей осылай. Бір қатар уже болмайды достар. 2 қатар блок қоясыздар. Так. Так, осы жерін істеп болдым. Достар, енді мына жерлерін істеп бастайын енді. Осы жерлерін істеп қойып маған. Так. Так, енді достар, біз енді дейтін осы жерден так 1 2 3 яки осылай 1 2 3 осылай соғып беретін боламыз. Осылай 3 блоктан соғып кетеміз и төбесін тағы қалған 1 блокпен жабатын боламыз. Ал енді кеттік достар, дұрыс. Так, достар, үстін жаппастан бұрын достар, біз дейтін маңызды нәрсені жасай кетуіміз керек достар. Осылай не болу керек.
осылай монстрлар осы су арқылы осыйға түседі. Так, енді достар, куверлерді қойып шығайық. Мінекей 1-2. Так, енді достар, біз дейтін үстін жауатын боламыз. Так, достар, біз дейтін соғып болдық. Ал енді достар, енді өзіміздің моб фермамызды тексеретін боламыз. Так, кеттік достар. Көрейік моб ферма не болып жатыр екен. Так, мына монстрлар жиналып қапты, е-мое. Так, мына түсем екен қазір. Так, соны тексеретін боламыз. Так, бұл шет түсу керек мына достар қазір. Так, төбесін қарап тексерейін де достар, я. О, достар, скелет пайда болып төбесінде. Так, енді біраз күтуге тура келеді достар енді. Так, достар, мінекей осы скелет түсті. Енді осыны осы өлтіретін боламыз. Так, осы кезде достар бізге дейтін сүйек пен садақтың оғы түсті достар. Мінекей достар, осындай моб фермасы. Так, енді видеомызды аяқтайтын уақыт келді достар. Так, в общем, достар, осымен видео аяқталды. Егерде видео пайдалы болса, қызықты болса, лайктарыңды басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сол себепті менің видеоларымды үзбей қарайтын боласыздар. Ал ендеше сау болыңыздар, келесі кездескенше достар.